Қайырлы күн достар. Міне біз Мыңшұқыр сарқырамасындамыз. Өте әдемі мекен. Жоңғар алатауындағы тылсым дүние. Қандай жұртас, құз жартас сондайлар. Қар жауып тастаған алғашқы қар. Туристер кеп қыдыртып жүрген жағдай. Міне табиғаттың жасап қойған дүниесін қараңыздар. Қандай керемет, ә? Мінекей. Қалай екен? Әдемі екен? Мұздан қоршалған қоршаулар. Осындай жерде көргілеріңіз келсе, осындай жерге кеп демалғыларыңыз келсе, номерге хабарласыңыздар. Талдықорған Жетісу облысындамыз. Талдықорғанға келсеңіздер, осы жерге өзім ағатай жеткіземін. Атқа мініп, керемет демалысты өткізуге бізбен бірге болыңыздар, достар. Тағы да түсіретін боламын, көрсететін боламын. Ана сарқыраманың түбіне барайық. Жаңа түбіне суретке түсіп алайық. Міне осындай керемет қатып қалғанымыздар, дәу-дәу тастар. Мынаның іші үңгір. Сондай қамал жер болып тұрған аяз бар. Мына жақта көріңіз мынандай жарқабақ. Достар, мінекей біз Сарқыраманың түбінде Қарағай 4 атпен 4 турист келдік. Әлібек братан, главный турдың инспекторы. Мені қар жауып тастаған, өте сондай керемет. Мені чай қайнап жатырмыз. Выживание былай шыққанда. Осындай выживаниядан демалу керек адамдар деген. Қаланың күйбең тіршілік табиғатынан жасау керек. Кино сөмкеміз. Осындай табиғатта демалып, қаланың стресстен өткізетін өмірінен біраз демалу керек. Достар, қашанғы жүре бересіздер, көп керек. Осындай рахаттану керек біраз. Атқа мініп, чай ішіп, таза ауа жұтып, мылтық атып, ер жігіттің еркектік тәрбиелейтін негізгі еркек иммунитетті қалыптастыратын бұл біздің сондай демалыс, еркекше. Бұл демалысқа қыздар да келеді. Оған андай-мұнда қыздар да келмейді. Мықты қыздар келеді. Солай, достар. Бір мықты қыздың. Мықты қыздың бір әні отыр. Чай ішіп. Ыстық шай жаныңа рахат сыйлайды. Палатқа болып қону керек қой ме? Палатқа болып қону күзет olur. Палат болса осыз болу, қатты. Айтпа. Ыстық шай. Чайнек қалды. Ыстық шай. Осындай қарлы күні аязда жаныңа жылу сыйлайды. Мақалай түсіз бе? Мені достар, Әлібек мырзаның шай дайындау стилі. Анау-мынау походтарда өте керекті стиль. Солай ма, Әліш братан? Бұл жігітті өзі походқа ертіп алсаңыздар рахат. Бәрін реттейді, любитель ғой. Мені заварканы салып жіберді.
профессионал. Андағы не айтып жүріңіз? Ол лимон қышқылы достар. Лимон қышқылы. Лайк басқан. Лимон қышқылы міне. Қосамыз лимон қышқылын. О, керемет. Лимон болады. Машалла. Аңырсыз сілекейімді шұғытып жатқан. Қант есесің? Қантпен ғой әрине. 5 сахарам қалай болады? Махаббат 5 сахар деген сияқты ғой. Күшті міне. Керемет чай болайын деді достар. Аяқта не көріп едім мен? Не? Қайда ана ит мұрын. Ит мұрын? Жұп-жұп салса көріп қашын. Салсаш. Бір жерлерді өспейді қана жерлерді. Әне үстіне тұрады. Ит мұрындарды. Міне ит мұрындар бар. Ана жерде ит мұрындар бар. Ой міне. Ит мұрындар өседі. Бұл табиғатта бәрі бар ғой дос. Аша, қана елканы да сап жер ем болады. Аяқ киімдер. Мынандай аяқ киім киіп беру керекпін достар. Мен кіші. Мынандай аяқ киім болмайды. Это не положено, это городской. Таптың ба? Кішкене ғана өсіп. Сабыр сақтаңыздаршы. Міне. Иә. Шұжықты осылай отқа қуырып жатырмыз майға. Астында прототипті газ баллон. Метан газы. Мінекей, қалай әдемі көрінісі. Бұлқылдап пісіп жатқан шұжықтар. Асқазанға осындай табиғатта түскен кезде сондай бір бақытқа келеді екен. Осындай ыстық шай. Көң қызыл болды мына шұжықтар. Бұл Әлбек мырзаның стилі басқаша екен. Бірінші шұжықты жарит етеді екен. Одан кейін ірімшікті жарит етеді екен. Кішкене сау. Әдемі болады дейді қазір. Попробовать етеміз. Ас болсын достар. Түріне қарасаң мынаның тура жегін келеді екен. Аппетитно болып жатыр. Неге соны жасамасқа дейш? Тағы бір турист. Болды. Көрмей бекір отырмайым, сен жағдайын көріп отырмайым. Машалла. Міне. Рахмет көп. Керемет достар. Осындай таза ауада, табиғатта, қарда өте күшті. Достар, каналға жазылып, лайк басып, пікір жазып, бөлісіп кетіңіздер. Осы видео арқылы келсеңіздер, сіздерге 10% жеңілдік жасаймын турға. Келіңіздер, астыдағы номерге хабарласыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Достар, тырналар да үйлеріне, жылы мекеніне қайтып бара жатыр. Күн суытып. Мінекей. Қандай әдемі.